Сәлем достар, сәлем қадірлі оқушылар. Бүгін тағы да сіздермен Түркістан облысы Сайрам ауданы 4-ші мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Абубакирова Феруза Ахмаджановна химия сабағын жүргізетін боламын. Бүгін бізде алкендер тақырыбы оқушылар. Алкендер тақырыбында біздің сабақ мақсатымыз қандай? Бүгінгі сабақта біз алкендердің құрамын, олардың гомологтық қатарын, изомерлерін, тағы да физикалық және химиялық қасиеттеріне тоқталып, солар туралы білім жинақтайтын боламыз. Тағы да алкендердің өмірде қандай пайдасы бар? Оларды қалай пайдаланамыз? Соған тоқталып кетеміз оқушылар. Енді барлықтарыңыз мынандай бір керемет алкендер тақырыбының саяхатына дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, енді мына бір керемет алкендер әлеміне сіздермен бірге саяхаттайтын боламыз. Демек, алкендер қандай заттар екен? Олар құрамында 1-3 еселі байланысы бар, жалпы формуласы NH екен -2 болған қанықпаған көмірсутектер. Алкендердің гомологтары. Бірінші өкілі ацетилен немесе этин деп аталады. Оның формуласын мына сіздерге жазып қойдым. Мына мән беріңіздер. H-сы H-тан тұрады. Демек, С2H2 ацетилен немесе этин. Оның молдық массасы 26 грамм бөлінген молға тең. Келесі пропин С3H4 молдық массасы 40-қа тең. Бутин С4H6 массасы 54-ке тең. Пентин С5H8 массасы 68-ге тең. Гексин С6H10 массасы 82-ге тең. Демек оқушылар, молдық масса дегенімді масса деп айтып кете берейін, сіздер түсінесіздер деген ойдамын. Ал енді гептин С7H12 96-ға тең массасы, октин С8H14 110-ға тең, нонин С9H16 124-ке тең, децин С10H18 138-ге тең. Мынау қатарда молекулалық массасы немесе молдық массасы артумен алкендердің газ текті заттардан сұйық, тағы да қатты заттарға айналуы іске асады. Тағы да олардың молекулалық массасы артуымен олардың қайнау температуралары және балқу температуралары да артып барады екен. Ал енді алкендердің құрылысына мән берейік. Саяхаттағы бірінші аялдама бізде, демек, алкендердің құрылысы. Алкендердің құрылысымен бірге бірінші болып кім ашқан ацетиленді деген сұраққа жауап беріп кетейін. Бірінші ацетиленді алған ғалым Эдмунд Деви 1836 жылы тәжірибе жолымен алған болатын. Ал енді кейінірек 1860-62 жылдарда неміс химигі және врачы Вьолер ацетиленді алады. Ал Бертло болса 1863 жылы алған, тағы да ол ацетилен, ацетиум, сірке, илен, отын деген атты берген екен. Отын, древесина дейміз ғой, Сол үшін ацетилен деген сөз кіріп келген пәнге. Бірінші болып ацетилен терминін Дмитрий Иванович Менделеев қолданған екен өзінің жазбаларында. Енді алкендердің құрылысына мән берейік. Бірінші өкілі ацетилен деп атадық, этин деп атадық. Оның арасында үштік байланыс бар. Мән беріңіздер. Үштік байланыс ұзындығы, бір сызықты
Мен өзім сызайын деп қалдырдым. Үштік байланыс ұзындығы 0,120 нанометрге тең. Ол қос байланысқа қарағанда қысқарақ. Себебі бізде байланыстар саны артқан сайын байланыс ұзындығы қысқара береді. Ал байланыс энергиясы болса артады. Яғни сол байланысты үзу үшін қажетті энергия артады екен оқушылар. Демек, мына жерде байланыс энергиясының мәні 830 киложол молға тең екен. Демек, енді бұл жердегі сигма және пи байланыстарға мән беріп кетейік. Мына үш байланыстың бірінші тұрғаны бұл сигма бізде, ал жоғарыдағы екеуі ол пи байланыстар. Яғни 2 пи. Ал кендерде үштік байланыстың қандай түзілгеніне кішкене тоқтала кетейін. Демек, бұл үштік байланыс көміртек атомы sp гибридтенген күйде болады. Ацетилен молекуласындағы атомдардың барлығы 180 градус бұрыш жасап, бір түзудің бойында орналасады. Ал гибридтенуге қатыспаған 2p орбиталдар өзара перпендикуляр орналаса отырып, мына қараңыздар, мен жоғарыдан көрсетейін. Мына бізде бір түзудің бойында орналасып отқан, мына қараңыздар, S және P орбиталдар. Ал енді қалған 2p орбитал, мына біреуі, мынау тағы біреуі. Көрдіңіздер ғой, олар 2p орбиталдар перпендикуляр жазықтықтарда орналасып, екінші көміртек атомының осындай орбиталдарының арасында 2p байланысын түзеді екен. Яғни ацетилен молекуласындағы екі көміртек атомының арасындағы үш байланыстың біреуі сигма болып қалды, ал екеуі болса пи орбиталдардан құрылғаны үшін пи байланыстардан тұрады. Демек, оқушылар, мына суретке тағы да бір назар аударыңыздар. Мына бір түзуінің бойында жатқан бұл бізде жеке дара байланыс, ал мына перпендикуляр жазықтықтарда бізде оған қосымша пайда болып отырған 2p байланыс. Демек, мына үштік байланыстың біреуі сигма, ал қалған екеуі пи болып қалады екен. Түсінікті болды ғой, оқушылар? Демек, біз алкендердің құрылысымен сіздермен толық таныстық. Ал енді алкендерді қалай атаймыз? Олардың номенклатурасы қандай? Халықаралық IUPAC номенклатура бойынша олардың гомологтарын қазір ғана атап өттім, ин қосымшасы қосылады екен. Мына мысал үшін сіздерге мен нөмірлеп қойдым. Мына бірінші затымыз 1, 2, 3, 4, 5 көміртектен тұрады. Бірақ дегенмен мына үштік байланыс қай шетке жақын болса, нөмірлеуді сол жақтан бастаймыз. Нәтижеде мына бізде пентин 1 түзілді. 5 көміртек атомы бар болған үшін пентанның туындысы пентанға ұқсас дейміз, бірақ та үштік байланыс бар болған үшін ин қосымшасы қосылып отыр, оқушылар. Үштік байланыс бірінші және екінші көміртектің арасында орналасқандықтан пентин 1 болып отыр. Ал келесі мысалда пентин 2. Бұнда енді назар аударыңыздар, үштік байланыс екінші және үшінші көміртек атомдарының арасында орналасқан. Оқушылар, енді келе ойыңыздар, миларыңызды, ойларыңызды шоғырландырып, мына барлық саяхаттағы алынған мәліметтерді, жаңа ақпараттарды өздеріңізге түртіп алыңыздар дәптерлерге. Ал енді тағы да бір тармақталған көріп тұрсыздар, алкеннің өкілі 5 көміртек атомы негізгі тізбекте, ал 2 көміртек радикалдары алкилдер, орын басушылар, метил радикалдары орын басушы ретінде тұр. Демек, оның атауы қандай болмақ?
біз әрқашан орын басушы болған кезде алкан, алкен тақырыптарында олардың орналасқан орнын көрсетеміз. Орын басушылар саны екеу болса ди қосылады. Орын басушының атауы метил болғандықтан 3-4 диметил, ал енді негізгі тізбекте 5 көміртек болғандықтан пентин 1 болып тұр. Себебі үштік байланыс бірінші көміртектен кейін орналасқан. 1 және 2-ның арасында орналасқан оқушылар. Демек, алкендердің номенклатурасы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді алкендердің изомериясы қандай екен? Келесі аялдама бізде изомерия аялдамасы екен. Бұл ретте бізде алкендерде қандай түрлері ұшырайды изомерияның? 3 түрін біз кездестіреміз. Яғни біріншісі бұл бізде 3 еселі байланыс орнына байланысты изомерия. Яғни мына мән беріңіздер, бутин 1 және бутин 2. Бұл ретте тек қана не өзгеріп жатыр? Мына 3 еселік байланыс бірінші мысалымызда бірінші және екінші көміртек арасында, ал екінші мысалымызда екінші және үшінші көміртек арасында орналасқан екен. Сондықтан да изомерияның бұндай түрін байланыс орнына байланысты изомерлер деп атаймыз. Келесі екінші түрі көміртек қаңқасының изомериясы. Бұл ретте мына бірінші мысалымызда пентин 1-де көміртек қаңқасы түзу орналасқан, тармақталмаған. Яғни бұны нормал жағдай деп атаймыз, иә? Нормалды жағдайда пентин 1 болып тұр. Ал келесі мысалда мына 5 көміртек 1, мына қараңыздар 2, 3, 4, 5 көміртек атомынан құралған затымыз, 4 көміртек атомы түзу тізбекте сақталады, ал 5-шісі орын басушы ретінде тармақталады. Демек, бұның атауы енді бізде болды. 3-шіде орын басушы тұрған үшін 3 метил бутин 1. Себебі мына түзу тізбекте 5 емес, 4 болып қалды көміртектер саны. Демек, пентин 1 және 3 метил бутин 1 бір-біріне көміртек қаңқасы бойынша изомерлер екен. Енді тағы да изомерияның бір 3-ші түрі бар. Бізде мынау 1-ші түрі болды, ал мынау 2-ші түрі болды оқушылар. 3-ші түрі бар, бұл класс аралық изомер. Класс аралық изомер дегеніміз, естеріңізге сала кетейін, бұл бізде формуласы бірдей, бірақ дегенмен олардың басқа сынып өкілдері болады. Мысалы, сіздерге мына қазір пентинні көріп отырық, я? Немесе бутинні көріп отырық. Солардың класс аралық изомерлерін алуға болады. Мына С5, H8 делік, я? Демек, бұнда бізде мына пентиннің формуласын көріп тұрсыздар. Сіздерге көрініп тұр. Ал енді оның класс аралық изомері бізде болады. Пентин 1-дің класс аралық изомері екі метил 1,3 бутадиен болады. Қазір сіздермен санап көретін боламыз. Демек, бізде С5, H8, яғни 1, 2, 3, 4, 5. H сөйтектерді санайық, 3, 5, 7, 8. Енді төмендегі мысалымыздан санайтын болсақ, бізде көміртектер 1, 2, 3, 4, 5, ал сөйтектер 2, 5, 6, 8. Демек, әр қайсының бірдей болды құрамындағы көміртек және сөйтектер саны. Демек, класс аралық изомер дегенде алкендер, яғни пентин 1,
класс аралық изомер болды. 2 метил бутадиен 1,3-ке. Яғни олардың екеуінің де құрамындағы көміртек және сутек атомдары тең болып қалды. Бұндай жағдайда біз класс аралық изомер деп атаймыз. Себебі пентин бір бізде алкендер тобына, ал 2 метил бутадиен 1,3 алкадиендер тобына не болады екен? Тиесілі болады екен. Демек, алкендер класс аралық изомер болады. Алкадиендермен немесе диен көмірсутектермен десек те дұрыс болады. Оқушылар, сіздерге изомерияның 3 түрі түсінікті болды деген ойдамын. Демек, оларда изомерияның 3 түрі болады екен. Ал енді алкендерді қалай аламыз? Алкендер бізге өмірде кездеседі ма деген сұрақтарға жауап берейік. Алкендер өнеркәсіпте, тұрмыста, күнделікте қандай алынады деген сұраққа жауап берейік. Өнеркәсіпте оқушылар, демек бізде алкендердің алатын заводқа бардық. Демек, алкендер өнеркәсіпте табиғи газды жоғары температурада, яғни 1500 градусты ыдырату арқылы алынады екен. Бұнда бізде ацетилен және сутек газы бөлініп шығады. Бұл реакция өте маңызды реакция, оқушылар, оны есе сақтап қалуларыңыз шарт. Ол бізде УБТ-да келеді, жұмбақ заттарда келеді, көптеген реакциялардың бастауы болып есептеледі. Тағы да екінші бір әдіс, бұл бізде лабораторияда десек те болады, күнделікті тұрмыста десек те болады, өндірісте десек те болады. Кальций карбидін гидролиздеу арқылы біз ацетилен алады екенбіз. Ал енді кальций карбидін қайдан аламыз деген сұраққа, кальций оксидін біз, яғни сөндірілмеген әкті, кокспен жоғары температурада әрекеттестіру арқылы кальций карбидін алады екенбіз. Мына теңдеулері сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Демек, кальций оксидіне қосамыз коксты, 3 мол коксты, кальций карбидімен көміртек монооксиді түзіледі. Ал түзілген кальций карбидіне су қосқан кезде бізде ацетилен және кальций гидроксидтері түзіледі екен. Енді мен сіздерге мына жерде өндірісте қалай өнеркәсіпте алатынымыздың схемасында беріп қойдым. Мына қараңыздар, мынау реакциялардың этаптарына мән беріңіздер. Кальций карбиді мен су, ол генератор арқылы өтеді, суық газ түзіледі бұнда. Мынау жерде сумен өңдеу арқылы скрубберлерден өткеннен кейін бізде ол құрғатқыштан өтіп, ацетилен газы құрғақ түрде шығады. Ал мына неде бір этапында қалдықтар бөлініп қалады екен. Ал су мен кальций карбиді реакцияласқан кезде мына жердегі ацетилен немесе газ генераторға кетсе, мына кальций гидроксиді төменге түсіп бөлініп кетеді екен. Демек, оқушылар, біз ацетиленді өнеркәсіпте метаннан, ал тұрмыста, күнделікті тұрмыста, лабораторияда, тағы да өнеркәсіпте де қолдануға болады. Кальций карбидін гидролиздеу арқылы алады екенбіз. Бұлардың барлығын сіздер өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ал енді алкендердің химиялық қасиеттері. Негізі алкендердің бірінші өкілі болған бізде ацетилен дейміз, немесе этин деп атаймыз. Оқушылар, оның да физикалық қасиеттерін білу керек. Келесі сабақтарда сіздерге бұл туралы терең тоқталатын боламын. Негізі ацетилен түссіз, иіссіз ауадан жеңіл газ болып есептеледі. Суды ерімейді. Ацетиленнің гомологтарының физикалық қасиеттерін жоғарыда айтып өттім. Олар заңды түрде өзгереді. Демек, олардың үш өкілі газ екенін, ал қалғандары
сұйық және қатты заттар екенін оқушылар айтып өттім сіздерге. Енді химиялық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, олардың құрамында үштік байланыс бар болған үшін әрине қосылу реакцияларына түседі. Демек, бірінші болып сіздерге мына жердегі ең ацетилендерде кең таралған дейміз, көп қолданылатын дейміз, гидратациялану реакциясы. Бұл реакцияның атауы бар, Кучеров реакциясы деп атаймыз оқушылар. Бұл реакция бізге өте маңызды реакциялардың бірі. Бұл реакция бізде сынап сульфатымен барады. Катализатор сынап 2+ деген көбінесе ұшырайды сіздерге тестте, тапсырмаларда. Нәтижеде бізде ацет альдегид түзіледі. Бұл реакцияда ацетилен сумен сынап 2+, яғни сынап тұздары қатысында реакцияласқанда ацетилен түзілетін болса, ацетальдегид түзілетін болса, ал енді пропин тура сол реакцияда сумен реакцияласа отырып, тура жоғарыдағы сияқты сынап 2+ катализаторымен кетон түзеді екен. Яғни кетонның формуласы ацетон деп атаймыз. CH3SO3. Яғни ацетилен сумен ацетальдегид түзеді, ал пропин болса сумен ацетон немесе диметил кетон немесе пропанон түзеді екен. Демек, солардың ішінде ең көп қолданылатыны ацетон оқушылар. Енді тағы да ацетилен жану реакциясына түседі. Ол жай ғана жанып қоймай, жанған кезде өте көп жылу бөледі. Сол үшін ацетиленні оттекпен бірге жаққан кезде өте жоғары температура береді оқушылар. Яғни бұл ретте Q бөлінеді, температура 2000 градусқа дейін көтеріледі. Сол үшін оны металдарды дәнекерлеуде, металдарды кесу кезінде қолданамыз. Яғни сіздер үйлеріңізге сварка дейміз шақыратын болсаңыз, олар ацетилен және оттек баллондарын қолданып, жоғары температурада темірден жасалған трубаларды, темірден жасалған сымды қолдана отырып, сол жерде дәнекерлік жұмыстарын жүргізеді. Тағы да ацетилен оқушылар құрамында үштік байланыс бар болған үшін, сутекпен қосылу реакциясына түсіп, бірінші сатыда этилен, екінші сатыда этан түзеді. Демек, ацетилен 1 мол сутекпен этилен түзсе, 2 мол сутекпен этан түзеді екен. Яғни соңына дейін жүрген кезде. Ал енді барлық құрамында қанықпағандық қасиеті бар заттар, яғни этилен немесе алкендер сияқты, алкендерде сапалық реакция бромдық сумен реакцияға түседі. Бұл реакция неліктен сапалық деп аталады оқушылар? Галогендеу реакция сапалық деп аталуының себебі, мынау жерде бромның түсі қызыл қоңыр түске ие. Қызыл қоңыр. Немесе қоңыр деп те келуі мүмкін. Ал концентрациясы төмен болса, сары деп те келуі мүмкін. Демек, бромның қызыл қоңыр түсі ацетиленмен реакцияласқаннан кейін жойылады және түссіз затқа айналады. Бұл ретте де үштік байланыс бар болған үшін, бірінші сатыда бір байланыс үзіледі, 1-2 дибром этен түзіледі, тағы екінші байланыста үзіледі, нәтижеде 1-1-2-2 тетрабром этан түзіледі. Яғни толық бромдау нәтижесінде мына 2 пи байланыстың екеуі де үзіліп кетеді екен. Нәтижесінде қызыл қоңыр түсті бром суы түссіз затқа айналып қалады. Сол үшін бұл реакцияны сапалық реакция деп атаймыз оқушылар. Ал енді бұл заттар бізге алкендер немесе ацетилен
өте пайдалы, маңызды екендігін білдік. Оның қолданылуы біздің өмірімізде үлкен маңызы бар екенін білдік, иә? Тағы да бір рет айтып кетейін. Демек, алкиндер немесе ацетилен біз металдарды кескенде немесе дәнекерлегенде, сварка деп атаймыз, иә, қолданылады. Жоғары температура болғаны үшін оның жану кезінде. Тағы да біз алкиндерден каучук аламыз, мысалы бутадиенді каучук немесе изопренді каучук. Тағы да біз енді келесі сабақтарда оған тағы тоқталатын боламыз. Ацетиленге сүтек қосқан кезде, мына жоғарда мен айтпай кетіппін, иә, мына ацетиленге сүтек қосқан кезде бізде этилен пайда болды, иә? Соның радикалы винил деп аталады. Мына этиленнің радикалы, қараңыздар, CH2 қос байланыс CH. Бұл бізде винил деп аталады. Винил радикалы. Ал енді сол винилдің құрамына хлор кірген кезде бізде винил хлорид пайда болады. Ал винил хлоридінің біздегі полимері поливинил хлорид деп аталады. Поливинил хлоридтің өзі де көптеген мақсаттарда пайдаланылады. Яғни поливинил хлоридтің өте бір қасиеті бар, жақсы қасиеті, ол поливинил хлорид жанбайтын қасиеті бар. Сол үшін оны линолеум алған кезде немесе басқа мақсаттарда да пайдалануға болады. Демек, мен сіздерге мына винил хлоридінің формуласын жаздым. Ал енді оның полимері мынандай көрініске ие болады. Демек, мына ПВХ деп атаймыз, иә? Бұл поливинил хлорид. Поливинил хлорид полимері болып есептеледі. Поливинил хлоридті біз линолеум алғанда, жанбайтын материалдар алған кезде қолданамыз. Тағы да біз ацетиленнен органикалық синтездің әртүрлі сатылары да қолданатын боламыз. Тағы да алкиндерден біз медицинада пайдаланатын боламыз. Демек, нақтылап тағы да айтатын болса, бұлардың қолдану аясы өте кең. Мысалы, металдарды дәнекерлеуде, поливинил хлоридтан әртүрлі линолеумдар алуда, немесе ПВА желімдерін алуда, синтетикалық талшықтар алуда, каучук алуда, тағы да еріткіштер алуда өте кеңінен қолданылады екен. Енді қадірлі оқушылар, мына химиялық қасиеттерінде біз нақты қазір 4 химиялық қасиетіне тоқталдық. Тағы да бұдан бөлек ацетилен тримеризация реакциясына ұшырайды. Яғни ацетиленнің тримеризациясы, алдына 3 қойып жібереміз, полимерлену деп аталады бұл да. Мен сіздерге поливинил хлоридтің полимерленуын көрсеттім. Полимерлену реакцияларына түсіп отыр. Ал енді тура сол сияқты ацетилен де полимерленеді. Бірақ тек қана 3 молекуласы бірігу нәтижесінде бізде бензол пайда болады. С6H6. Реакцияның жағдайлары 500-600 градус и белсендірілген көмір дейміз. Солармен біргелікте бұл реакция жүреді оқушылар. Яғни түзілген бензолдан тағы да біз басқа заттар алуда пайдаланамыз. Ал енді ацетиленнің сапалық реакциясын айтып өттік, бромдық сумен, иә? Бұдан бөлек ацетилен тағы да ацетиленид, күміс ацетиленидін түзетін сапалық реакциясы бар. Бұл сапалық реакцияны мен сіздерге жазып берейін. Толық мәліметтерді бергім келіп отыр.
барлық аялдамаларға тоқталып отырық оқушылар, еш қайсысын қалдырмастан. Демек, ацетилен күміс оксидімен әрекеттескенде сүр түсті тұнба түседі. Бұл тұнба күміс ацетилениді деп аталады. Мына оның формуласын сіздерге жаздым. Тағы да су бөлініп шығады. Демек, сапалық реакция деп аталуының себебі, мынау бізде күміс ацетилениді сүр түсті тұнба екен. Оның түсі, демек, сүр түсті тұнба. Ал енді ацетилен оқушылар жанады, өте жоғары температура береді деп айттым, я? Температура 2000-3000 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Ал енді ацетилен шала тотығуы да мүмкін. Шала тотыққан кезде ацетилен басқа заттарды түзеді екен. Мысалы, сіздерге қазір ацетиленнің тотығу реакциясын айттым. Яғни жану реакциясын айттым, я, оқушылар? Демек, ацетилен жанған кезде С2H2 оттекпен жанған кезде көмір қышқыл газы және су бөледі и өте үлкен мөлшерде жылу бөліп шығарады. Ал енді бұл реакцияны теңестіріп жіберетін болсам, демек, ацетиленнің алдына 2 қоямын, оттектің алдына 5 қоятын боламын, С2-ның алдына 4 қоямын, ал енді судың алдына 2 қоямын. Санап жіберейін, мына оттектер 8, 10, мына жерде де 10 болып тұр. Ал енді бізде тағы да ацетилен шала тотығуда мүмкін екен. Шала тотыққан кезде не болады деген сұраққа, ацетилен оттек жеткіліксіз жағдайда, аз болған жағдайда тотыққан кезде күйе түзеді, көміртек монооксидін түзеді, тағы да су түзеді оқушылар. Демек, ацетилен оттек жеткілікті болғанда көмір қышқыл газына, ал жеткіліксіз болғанда күйе және көміртек монооксидіне айналады екен. Тағы да оқушылар, тотығу реакциясы, тағы бір тотығу реакциясы бар. Бұл ацетиленді біз кейбір жағдайларда тотықтырған кезде, сіздер білесіздер, я, оқушылар, тотығу деген сөз, ол біз ауасыз жерде мынандай оттекпен әрекеттестіретін болсақ, бізде қымыздық қышқыл түзіледі екен. Мына қымыздық қышқыл 2 негізді қышқыл болып есептеледі. Сондықтан да оның формуласы кішкене өзгеше. Мына мұқият бұл формулаларды жазып алыңыздар, оқушылар. Мына 2 негізді қышқыл деп аталады. Демек, қымыздық қышқыл түзіледі екен. Сонымен, оқушылар, бүгін біздің барлық аялдамаларға тоқталған алкиндер саяхат сабағымыз өзінің аясына жетті. Ал енді біз сіздермен бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік. Неліктен? Себебі біз сіздермен толығымен химиялық реакцияларын үйрендік. Ацетиленнің сапалық реакциясы бромдық сумен, тағы да күміс оксидімен баратынын білдік. Тағы да ацетилен 3 түрлі тотығу реакциясына түсетінін білдік. Яғни ацетилен дәнекерлеуде қолданылатын, көп жылу бөлетін, температураны 2000-3000 градусқа дейін көтеретін жану реакциясы, тағы да баяу тотығу реакциясы, тағы да шала тотығу реакцияларын көрдік. Ацетиленнен түзілетін винил хлориді полимерленіп поливинил хлоридінің түзетінін білдік. Поливинил хлориді линолеум алуда, желімдер алуда, тағы да басқа мақсаттарда қолданылатын білдік. Ал енді ацетиленнің тағы да гидратация реакциясы, Кучеров реакциясын үйрендік, тоқталдық бұған. Ацетилен сумен әрекеттескенде ацетальдегид,
Ал пропин әрекеттескенде ацетон түзілетінін білдік. Тағы да біз алыну реакцияларына тоқталып, олардың кальций карбидінен және метан пиролизі арқылы алынатынын білдік оқушылар. Бұдан бөлек біз алкендердің изомериясымен, номенклатурасымен, құрылысымен, тағы да оны кім атаған, кім алғаш рет ашқан, сондай қызықты мәліметтерге де тоқталып өттік. Демек, біз оқушылар бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.